Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Қазақстан Республика тәуелсіздігінің 30 жылдығының мерекелеу аясында Покров ауылдық кітапханасы қазақтың көрімдік салт дәстүрі туралы бейне журнал ұсынады. Көрімдік қазақ салтында жаңа киім киіп, мүлік алғанда, жаңа үйге кіргенде, жетістікке қол жеткізгенде туған туысқан жора жолдастарының жасайтын кәдесі. Жаңа туған балаға, жас келінге, ботаға тағыта басқа алғаш көрген сәтті көрімдік сұрау халықтың ежелге және лайықты дәстүрі. Мұның маңызы алып беруде ғана емес, жақын жуықтық адамгершілігін, ниетін, ашық қолдығын да танытудың белгісі ретінде қаралады. Байғазы пен көрімдік екеуі екі басқа ұғым. Көрімдік адамға, жандыға, байғазы көбінесе жансыз дүниелерге қатысты айтылады. Кітапханада салт дәстүрлер туралы кітаптар көп. Біз сіздерді кітапханада күтеміз.